Бәріңе сәлем достар. Осы видео басталмай тұрып, мен каналыма тіркеліп, комментарий жазып, және де лайк басыңдар. Ал енді видео басталатын болады. Қазір мен қорқынышты оқиғаны айтатын боламын. Бұл оқиға мені әлі қорқытып жүр. Далада шілде болған. Түнде ыстық болды. Ыстық болғаннан бір түрлі заттар көрінді. Барлығы ол өтірік түс деген. Өйткені көп адамға түстері қорқынышты болады. Бірақ мен басқаша ойладым. Мен сол кезде компьютердің клубтан қараңғыда келдім. Ол кезде менде компьютер болмады. Сол кезде достармен көп баратынбыз. Сағат 1-ден кетті. Ата-анам ұйықтап жатқан. Мен түнде келетінін білген соң мен ұрыспады. Мен төсекке жаттым. Ыстықтан ұйықтай алмадым. Мен түсінбей ұйықтап қалған. Біраздан кейін мен потолокты көру бастаған. Мен білгем ұйықтап жатқаныма. Өйткені жыбырлай алмадым. Маған осындай түстер ұнамайды. Өйткені мен жүгіре алмай секіре алмадым. Осы түс жартылай шындық сияқты болған. Түсте сияқтысың немесе шын өмірде сияқты. Содан кейін қорқынышты болу бастады. Мен біреу сөйлеген естідім. Біреу қасымда тұрып сөйлеген. Мен қай тілде сөйлеп жатқанын түсінейін дегем. Содан кейін тұрайын дегем. Мен қорқып жаттым. Өйткені біреу қасымда сөйлей бастаған. Мен ойланып жатқам. Қазір не болады деп. Бір кезде дауыстар жоғалды. Содан кейін маған біреу қарғандай болған. Осыдан кейін біреулер төсектен шығу бастады. Олар маған жаман қарап тұрған. Қайтадан олар сөйлеу бастады. Маған ауыз жұту қиын болу бастады. Тұншығу бастадым. Мен үстіме бір нәрсе жатқан сияқты. Ит немесе мысық. Қолымды жыбырлай алмадым. Біреу ұстап отырған. Мен айғайлайын дегем. Бірақ та дауыс болмады. Мен потолокқа қарау бастадым. Бір кезде аппақ жарқыл көрінді. Содан кейін мені жіберген. Біраз уақыттан кейін айғайлағанымды естідім. Алдымда шошып тұрған адамды көрдім. Содан кейін мені қатты құшақтады. Таңертең анам айтты, ыстық болғаннан осындай түс көрдім. Саған ыстық болды, содан кейін осылай болды. Мен түнде көрпеш жаттым, және де терезені аштым. Бірақ мен осы заттар істегенімді білмедім. Ал маған папам күлді, қорқақ деп. Онда ол түс болса, қайдан осы заттар қолымнан шыққан? Содан кейін ол іздер 10 минуттан кейін жоғалып кетті. Оны көрсете алмадым. Ол не болды, оны мен білмедім. Мүмкін ғарыштан келген заттар деп ойлағам. Содан кейін мен терезені жабатын болғам. Ешқашан осындай заттар болмады. Осыдан кейін. Ал міне достар, осындай қорқынышты оқиғаны мен сіздерге беріп отырдым. Сондықтан да мен каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазыңыздар. Ал осы видеоның оригинал описаниеде болады. Ал онда достар, сау болыңыздар.